Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте оңай кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, 200 грамм қант. Жақсылап миксерлеп араластырып шығамыз. Миксер жоқ болса, венчикпен немесе вилкамен жасауға да болады. Және де ерітілген маргаринімізді құямыз. 200 грамм. Және 200 грамм айран. Оған 2 стакан ұн саламыз. 400 грамм болады. Бетіне 1 чайный ложка разрыхлитель текста салып, жақсылап араластырып, кез келген форма ыдысқа салсаңыздар болады. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут, 30 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер.